Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздермен біз мишка из полотенца жасайтын боламыз. Өте оңай жасалу жолы. Мишкаға осындай бирочка қойып қойсаңыз болады. Биркаға өзіңіздің жаңағы балаңызды, мысалы 40-нан шығару, бесік той, 1 жас деп жазып қойса да болады. Қазір мен сіздерге экранда қандай бирочкалар бар, менің каналымда сол жайында көрсетіп кетемін. Қазір VIP каналымдағы биркаларды көрсетіп кетейін. Әртүрлі биркалар бар. Мысалы рамель 1 жас, балайым 40-нан шығару, бесік той деп өзіңіз қалаған текстіңізді жазсаңыз болады. 1 А4 парағында 12 бирка болады. Соны жаңағы түйрегіш арқылы қыстырып қойсаңыз болады мишкаңызға. Бирканы қалай қыстыру жайында қазір видеода мен сіздерге дұрыстап көрсетіп кететін боламын. Видеоны до конца көріңіздер. Міне осындай ұл балаға арналған тақиясымен, тақиясыз, без фотосымен және де осының пустой шаблонында болады. VIP канал жайында ақпаратты білгіңіз келсе, онда комментарийда ссылка тұрады. Сол ссылка арқылы сіз толық ақпаратты біле аласыз. Ал қазір сіздермен осындай мишканың сборкасын жасайтын боламыз. Ал міне біздің полотенце, менде набордың ішінде 5 штук болды. Оның бағасы 710 теңге болды қазір. Любой полотенце мен мишканы жасауға болады. Не обязательно, но главное однотонный, без принта болу керек, суретсіз. Сол кезде мишкаларыңыз әдемі болып шығады. Енді қазір бізге самый главный деталь бұл видеода сізге осындай резиночка керек болады. 150 теңге тұрыпты, ішінде өте көп штук бар, санаған жоқпын. Енді қараңыздар, тряпочкамызды осылай алып қойдым. Бұлай орайтын боламын. И екінші жағынан тура ортасына дейін ораймын. Міне. Видеоны қарасаңыздар өте түсінікті. Енді төбесінен алып, міне, бұраймды и астыға қарай жатқызып жіберетін боламын. Видеоны мұқият қарасаңыздар барлығы түсінікті. Енді екі шетін бұлай ашамын. Енді резиночкамызды аламыз да, міне кішкене ортасына қарай, басын жасаймыз. Орамайсыз, жай бір рет кигізе саласыз. Кішкене міне бір рет осылай кигізе саласыз. Енді ушкиін жасайтын боламыз. Ушкиіні 2 рет орайсыз. 1 рет ораған жетпейді, сол үшін резинканы 2 рет орайсыз. Ал жаңағы басын жасаған кезде 1 рет жай кигізе салсаңыз жетеді, өйткені біз ол жаққа ленточканы байлайтын боламыз. Міне уже біздің мишкамыз өзіне құсады. Мишкаға вот осылай енді кішкене дұрыстайсыз, шығып кеткен жерлерін әдемілеп. И все, почти біздің мишкамыз уже дайын. Қараңыздар, өте оңай, 1-2 минуттың ішінде ғана жасалады и өте әдемі көрінеді. Енді қазір бұған біз ленточканы байлайтын боламыз. Любой түсті ленточканы ала берсеңіз болады. Мен бірақ бұған сары мишкаға сары ленточканы алдым. Енді осылай жайғына байлай салам, өте әдемі көрінеді. Осылай X ретінде байлаймын. И все. Енді кішкене дұрыстап жүреміз. Артық жері болса кесесіз. Міне біздің мишечкамыз дайын. Енді қазір бирка жайында айтып кетейін тезірек тағы да. Міне мен осындай Микки Маус мишечкасын, биркасын таңдап алдым. Мишка биркасы, осыған атты жазған жоқпын. Сіз қалаған атыңызды жазып, распечаткадан шығарасыз. Жай ғана жаңағы 1 А4-да 12 штук бирка болады. Енді міне осына формасы бойынша қиясыз. Қазір ленточкамды алып байлап жатырмын. Ленточкамен осылай жай ғана байлай саламын. Осындай түйрегіш қажет болады. Бұндай маленький түйрегішті набордың ішінде 10 штук. 10 штукқа бағасы 60 теңге болды. Наборы 60 теңге тұрды. И осылай бирканы дыроколмен тесіп шығамыз. Міне осылай тестім. Енді түйрегішті өткіземін. Бұлай өткізіп жатырмын түйрегішті. И ленточкамыздың ортасына бұлай қадап қоясыз. Жаңағы айтқандай биркаға ешқандай атты жазған жоқпын. Сіз өзіңіздің қалаған атыңызды жазсаңыз болады. Бірінші принтерден шығармай тұрып атын жазып аласыз. Сосын өзіңіз распечаткадан шығарасыз, немесе жаңағы фотосалонға барып шығарасыз. И все, осылай әдемі бирканы дайындауға болады. Міне енді қазір басқа түсін жинап көрсетейін. Осы видеоны мен анық етіп толық түсіндіріп кетейін деп ойладым. Сол үшін кішкене ұзақтау болады. Сіздер керек жерін алып көрсеңіздер болады. Ал қазір осы басқа түсін көрсететін боламын, но уже без звука и чуть-чуть ускоренная версия.
Міне біздің мишечкаларымыз осылай дайын болып шықты. Біздің каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені алда көптеген әлі видеолар шығып тұрады.